Сәлем оқушылар, сіздермен мен Ақтілек апай, географиядан 3 жылдық тәжірибесі бар ұбт экспертімін. Бүгін біз сіздермен географиядан қалай дайындаламын деген сұраққа жауап береміз. Және де осы сұрақтың жауабын басқалар да білгенін қаласаңыздар, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Географияға қалай дайындаламын деген сұрақ. Біріншісі, ол өздеріңіздің әлсіз тұстарыңызды анықтау. Бұл әлсіз тұстарыңыз кейін сіздердің ең күшті мықты тұстарыңызға айналады. Қалай жасаймыз? Тақырыпты, барлық географияда бар тақырыптардың барлығын үшке бөлеміз. Біріншісі, мен білемін. Қай тақырыптарды білесіз, қай тақырыптарды жаттап алдыңыз, қай тақырып полностью есіңізде қалды түсінесіз, соларды бір бағанға жазып шығасыз. Екіншісі, қайталау керек. Түсініп алдыңыз, бірақ әлі де кейбір информациялар есіңізде емес болса, сол тақырыптарды қайталау керек деген бағанға толтырып жазасыздар. Үшіншісі, білмеймін. Яғни, ол тақырыпты мүлдем түсінбеген болуыңыз мүмкін, немесе ол тақырып туралы ештеңе есіңізде емес болуы мүмкін. Сол тақырыптарды білмеймін деген үшінші бағанға жазып шығасыздар. Демек, сол кезде сіздердің алдарыңызда география бойынша барлық білетін, қайталау керек және де білмейтін тақырыптарыңыздың барлығы көз алдарыңызға тұрады. Әрі қарай жұмыс жасаған кезде қайталау керек информацияларды және де қай тақырыптарды толық түсініп алу керек, соларды нақты біліп тұрасыздар. Бұл сіздердің бірінші қадамдарыңыз. Одан кейін қалай жұмыс жасаймыз? Жаңағы біздің қайталау керек тақырыптарымыз бар, немесе мүлдем оқылмаған енді оқу керек деген тақырыптарымыз бар, иә? Сол тақырыптарды есте сақтау әдістерін пайдалану арқылы біз өз-өзімізге, есімізге сақтауға жұмыс жасаймыз. Біріншісі біздің әдісіміз подход самураев к памяти деп аталынады. Осы әдісті жеке іздесеңіздер де болады. Бұл дәлелденген. Яғни бұл жерде не айтылады? Жалпы адамның миы өте көптеген ақпараттарды қабылдауға жарамды, иә? Біз толып қалу, флешка толған сияқты, память толған сияқты, иә? Телефонның ондай жоқ қой, біздің миымыз бүкіл ақпаратты қабылдай береді. Оның ішінде жақсы ақпарат болсын, оның ішінде жаман ақпарат болсын, барлығын біздің миымыз сіңіре береді, өзіне сіңіре береді. Бірақ осы жерде әрі қарай есте сақталатын ақпарат болуы керек. Мысалы, сіз кеше көрген, немесе таңертең көрген рилсіңізді кешке есіңізге түсіре алмайсыз. Немесе алдыңғы күн қандай рилс көргеніңізді мүлдем ұмытып кетесіз ғой. Дәл сол сияқты біздің миымызда қабылданған информациялар, яғни сіздер географиядан оқып алған ақпараттарыңыз әрі қарай естеріңізде қалмай қалуы мүмкін. Неге? Өйткені екінші этап еске сақтау этабы болмағандықтан. Бұны қалай жасаймыз? Біз міндетті түрде миымызды жұмыс жасатқызу керекпіз. Жұмыс жасау деген әрекет болу керек. Қалай ми әрекетке түседі? Сіздер жаттаған тақырыптарыңызды, оқыған тақырыптарыңызды бір видео көрген болсаңыздар географияға байланысты, сол нәрсені күштеп миларыңызбен еске түсіруге әрекет ету керексіздер. Яғни, мысалы, литосфера тақырыбын алайық. Литосфера тақырыбының ішінде тау жыныстары, 3000-нан астам минерал, жаңағы тау жыныстарының бөлінуі, магмалық, метаморфтық, шөгінді деген ақпараттардың барлығын конспект жаздыңыздар, иә? Енді сол конспектлердің бәрін жабасыздар, бүкіл ақпараттардың бәрін алып жауып тастайсыздар да ойланасыздар. Так, мен бүгін литосфера тақырыбын өттім. Не есімде қалды? Менде тау жыныстар есімде қалды, 3000-нан астам минерал есімде қалды, қаттылық есімде қалды деген сияқты естеріңізде қалған ақпараттарды өздеріңіздің естеріңізге түсіресіздер. Немесе мен сіздерге предлагать етемін, жаңа бір дәптер бастасаңыздар болады. Нақты тақырып, қандай есіңізде қалған тақырыптарды, яғни бір тақырып өттіңіз, содан кейін есте сақтау дәптеріңізді аласыз да, сол жерден қандай тақырып есіңізде қалғанын, тақырыптың ішіндегі қандай ақпарат есіңізде қалғанын детально жазып аласыз. Бұл бізде подход самураев к памяти деп аталынатын метод. Осылай жұмыс жасайды. Әрі қарай Куман методикасы бізде күрделіден жеңілдету, яғни қарапайымнан бастауға үйретеді. Тағы да сол литосфера тақырыбын ала берейін. Литосфераны сіздер жердің құрылысы деп бөліп алсаңыздар болады. Немесе литосфералық тақта, немесе тау жынысы деп бір үлкен тақырыпты кішкентай бөліктерге бөліп оқысаңыздар болады. Сол кезде сіздерге литосфера тақырыбы сондай күрделі болып көрінбейді. Ми ақпаратты жеңіл түрде қабылдайды. Ал миға ақпарат жеңіл түрде жететін болса, ол жерде сіздің сылтауыңыз азаяды. Яғни тақырып қиын ғой, көп қой, мынау сабақ өте ұзақ, көп уақытымды алады деген сияқты нәрселерден қиналмайсыздар. Егер сондай миға күш түсіп тұратын болса, қиындық түсіп тұратын болса, мынау тақырып қиын, ұзақ,
тағы да күрделі деген нәрселердің барлығын ойлап тұрса, миларыңыз оңай, жеңіл, анау дофамин гормонын алатын нәрселерге уақытын бөлгенді жақсы көріп кетеді. Анау рилс қарап алайын, қазір тамақ жеп алайын, тағы бүйтіп алайын, сөйтіп алайын деп ми өзі басқа сылтауларды іздей бастайды, өйткені қиын жерге барғысы келмейді. Ал сол нәрсенің болмас үшін сіздер міндетті түрде мынау Кумун методикасын пайдалансаңыздар болады. Тақырыпты алып кішкентай бөлшектерге бөлесіздер. Сол кезде миларыңыз ол бір 5 минуттық, 10 минуттық қарайтын тақырып болғандықтан өте оңай ретінде қабылдайды, және де ешқандай сылтаусыз кіріп кетуге болады, тақырыпты оқуға. Және де интервальное повторение, қайталап оқу. Қайталау әдісі жалпы осы білімнің қайталаудың, есте сақтаудың атасын жатқызамыз ғой қайталауға. Енді оны қалай жасаймыз? Бір күннен кейін, яғни 24 сағаттан кейін бір рет қайталайсыздар, 72 сағаттан кейін бір рет қайталайсыздар, бір аптадан кейін бір рет қайталайсыз, бір ай және де 3 айдан кейін ақпаратты қайталайтын болсаңыз, сіздің жаңағы миыңызға сақтаған ақпаратыңыз үлкен тұрақты жадыға қарай көшеді. Сіздердің жадының өзі екіге бөлінеді ғой, аз мөлшерде сақталатын және де көп мөлшерде. Сол үлкен флешкаларыңызға былайша айтқан кезде жібересіздер. Осы интервальный повторениені міндетті түрде жасап жүріңіздер. Және де мен үнемі пайдаланатын методтардың бірі, яғни оның бір названиясы бар ма жоқ па білмеймін, бірақ мен үнемі пайдаланамын. Мен өзімнің миыма қазір 5 минут, Ақтілек, қазір 5 минут деп айтамын. Мен 20 минуттық, 40 минуттық сабақтарды қарағым келмей отырған кезде, немесе бір жұмысқа кірісе алмай отырған кезде айтамын өзіме: давай, Ақтілек, 5 минут жасашы, потом жасамай қоясың деп. Сосын миым: 5 минут қой, оңай ғой, 5 минутта бір нәрсені жасай саламын, потом может мен кино қараймын, может мен сериал қараймын, может мен TikTok қараймын деген сияқты. Бірақ сол 5 минут деп кірген жұмысым, возможно, ол 40 минут немесе 2 сағатқа созылып кетуі мүмкін. Жалпы көп оқушыларда, көп адамдарда бастау қиын. Сол бастауды жеңілетіп тастаңыз. Яғни мен 5 минут немесе мен 10 минут жасаймын, сосын өзімнің қалаған, яғни дофамин гормонын сыйлайтын, өзіңізге бақыт сыйлайтын нәрсемен айналысамын деп жасасаңыз, миыңызға жеңіл болады, және де міндетті түрде кез келген ұзақ іс болсын, қиын іс болсын, бірден бастап кетуіңізге жол ашылады. Және де соңғы сіздерге айтатын кеңес ол визуализация. Визуализация жасаңыздар. Күнде ұйықтардың алдында өзіңіздің грантқа түскеніңізді, монитордан сіз білетін сұрақтардың келіп жатқанын және оңай беріліп жатқаныңызды, сосын сізге қандай керек бал, сол тапсырып нәтижені анықтау батырмасын басқан кездегі шығатын бал, соның барлығын елестетіп сезініңіздер. Ал егер де осы нәрсенің барлығын елестетіп сезінетін болсаңыздар, сіздің бүкіл организміңіз, миыңыз жаңағы өзінің қалаған гормондарын бөліп, сол сәтке қылдырады, сізді сол сәтте болғандай елестетеді. Және де бұл нәрсе сіздің арманыңыздың бола алатындығына миыңызға дәлелдеп береді. Және де визуализация жасасаңыздар, ол дәл сол моментте орындалады. Және де соған сеніңіздер, визуализация жасауды ұмытпаңыздар. Күнде ұйықтар алдында жасасаңыздар өте ыңғайлы. Егер ұйықтар алдында мен шаршап тез ұйықтап қаламын десеңіздер, күніне бос уақыттарыңыздың 10 минут уақытын болсын осы визуализацияға арнасаңыздар деген ойдамын. Бүгінгі менің географияға қалай дайындалу керек деген сабағым сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болды деген ойдамын. Және де бізде байланыс номерін қалдырып кетеміз. 8-700 413 36 59 номеріне байланысқа шықсаңыздар, сіздерге курс туралы толық ақпаратты беретін боламыз. Ал егер осы видео пайдалы болатын болса, достарыңызға бөлісіңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз, каналға жазылуларыңыз біздің ары қарай өте жақсы пайдалы видеолар түсіруге мотивация болады. Сол үшін осындай видеолардың көп болғанын қаласаңыздар, тіркеліп, достарыңызға бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақтілек апай, келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.